2024 жылы 4 октябрь күнгі болған оқиға болғанда. Құрметті приставтар, микрофонды жақынырақ қойыңызшы. Сағат 11-дің кезінде мен өзім жұмыстан келдім. Жұмыстан келіп отырсам, екі келінге жанында шай тамағын дайындап отырған. Қазір бір минут күте тұрыңызшы. Микрофонды реттеп алсын. Естілмей тұр. Рахмет, жалғастыра беріңіз. 24 күні мен жұмыстан келдім 11-де. Менің жұмыс уақытым өзі таңертеңгі 10-нан түнгі 10-ға дейін. Келу бойына шай ішіп отырған кезімде келінімнің телефонына звондаған не келді, қоңырау. Сол қоңырау арқылы сөйтсек, ол Қаржабайдан екен, жолдасынан. Не болды десе, Шерзат біреуді ұрып қойды, соған Нұрғанатты оятып жібер деді. Тыныштық па десем, иә тыныштық, тек Нұрғанат жібере салыңыз деді. Сонымен мен Нұрғанатты келінім барып оятып, сондай Шерзат біреуді ұрып қойды дегенмен, ол барып Нұрғанатты оятты. Содан Нұрғанат өз телефонда Қаржабаймен сөйлесті де, тез-тез киініп кетті. Сосын мен оның тыныштық емес екенін білдім, ол тыныштық деп айтқан менде. Сол тыныштық болмағаннан кейін, ол жерде мен шай тамақ ішіп отырған уақытым болған жоқ. Себебі Шерзат менің қолымда тәрбиеленген, өзіммен бірге тұратын немерем болған үшін маған шай да тамақ та маңызды болған жоқ. Келінім айттым, жүр шығып кетейік екеуміз. Тез дедік та, ізінше жүгіріп шығып кеттік. Жолда енді такси тоқтатам дегенше 10-15 минуттың уақыт өтті. Асып кетсе 20 минут шығар енді, жолды білесіздер. Сонымен барып такси тоқтаттық та, біз магазинге бардық. Барсақ, екі жерде топ болып тұрған екен балдар. Мен жолды кесіп былай өтем дегенше, Гүлбара уже өтіп үлгерді. Соның арасынша мен таксиден түсіп жатып деп жан-жағыма қарап Шерзат іздедім. Шерзат көрінген жоқ ол жерде. Мен Нұрғанатты да, Қаржабайды да іздегем жоқ. Мен Шерзатты ғана іздедім, біреу ұрып қойды дегесін. Ол жерге барған себебім, мен ондай талпа болып, ондай болып балдар үйіліп тұрған деген ойыма келген жоқ. Ойлаған да жоқ, олай болады деген. Мен ойладым, біреуді ұрып қойған екен, енді не болса да, мен әжесімін ғой, барып кешірім сұрайын, жай жағдайды айтайын. Бірақ балам жеткен адам жағасына жабысып қол көтеріп жүрген бала емес. Боксқа қатысқаннан кейін ол өзінің несін, мінезін, өзінің несін, достоинствосын ұстап жүретін бала болғасын, оны жеткен адам жағасына жабысып ұрады деген ойымда болған жоқ. Бір шеттен шығушылық болған шығар, сосын қол көтерген шығар деген ой болды өзімде. Болмаса мен сол жерде үйімде отырып, ондай талпа келіп тұр екен, олар мылтықпен келеді екен, пышақпен келетінін білгенімде, мен үйімде отырып, бірінші жедел жәрдем шақырып, милицияға хабарлар едім. Ондай ой болмағанына байланысты мен келдім, өзім келдім. Ол жерде бір адамды ұрды ғой ол. Ана кешеде адвокат айтып жатыр ғой, ол баланы, олардың барлықтарын не қылу үшін жағы. За хулиганствомен жіберді дегенге біз қарсы болғанымызға, ол Шерзат деген баланы 9 адам пышақтаған жоқ қой деп тұр. Ана кісі қорғаушы солай деді ғой. Сот отырысында жоқ, осы жерде болды сөз, мен сол сөзді өзім көзіммен көріп, ана кісінің берген интервьюсына бол айтып тұрмын. Құрметті жәбірленуші, ол басқа жерде сөйлеген сөздері назарға алмауларыңызды сұраймын. Тек қана осы сот отырысында не деп айтылды, соны ғана талқылаймыз біз сот отырысында. Жақсы, рахмет. Жалғастыра беріңіз. Содан келдім, Шерзат таппадым, көрдім беді, деп жолды кесіп өткен бойымда ана балдар тұрған балдар жүгіріп кетті. Шерзатты көріп қалды олар сол кезде. Жүгіріп бара жатқан кезде, ай балдар деп алдынан шыққан кезімде, көк спортивкада Абзал мен бар күшімен деп тартып жіберген кезде мен салмаға қарап, былай бажордан ары қарап, қолымда телефоным ұшып жерге құлап қалдым. Оның Абзал екенін Нұрғанат айтты, мама, Абзал ғой сізді деді. Ол Нұрғанат балдардың бәрін бір қайтара танитын адам еді. Соның үшін ол Нұрғанаттың ажалына да осы балдар себепші болды. Себебі беттестіру кезінде Нұрғанат келіп айтты маған, мама, олар құмырсқаны басып кеткен адам сияқты да көріп отқан жоқ. Нұрқияс айтты, олай болатын болса, уақыт көрсетеді деп. Оқиғадан ауытқымай қойыңызшы. Оқиға бойынша айтып беріңізші. Жарайды, жақсы. Арай, жалғастыра беріңіз. Жалғастыра беріңіз, айта беріңіз. Су беріп аузым теуіп кетті. Кешіресіздер.
оңай емес. Бәрін бастан бастап еске түсіру де оңай емес. Өлтірген адамдардың түрін көру де оңай емес. Сол балдардың, сол менің немеремді аямастан өлтірген, қорғап отырған қорғаушыларға да қарау оңай емес маған, біле білсеңіздер. Соның үшін осы жерге келген кезімде аяқ қолым қалтырап, осы адамдарды көргеніме өкінішті болып кетемін. Жоқ, сізге түсіндіріп өтейін. Бұл қорғаушылар, бұлар болмаса да басқа қорғаушылар міндетті түрде қатысу керек. Иә, түсінемін. Сондықтан сіз оларға қарамай маған қарап айта берсеңіз барлық оқиғаны, қалай болғаны туралы. Өзіңізді ұстаңыз, сабыр етіңіз кішкене. Иә. Айта алмасаңыз жүргізіп Жоқ, айтайын, күнде келмей. Иә. Мүмкін ба жанында тұрса? Рұқсат, иә. Рұқсат. Сосын Шерзатқа қарап жүгіріп кетті бәрі. Сол Шерзатқа жүгіріп кеткен кезінде алдынан шыққан мені де қағып жіберді ғой, енді айтып тұрмын. Содан кейін бәрі Шерзат қарап кетті деп орнынан тұра алмай жатырмын, бірақ балдарыма қарасам, Шерзатты сол жерге барған адамның бәрі қол көтерді. Судья, түсінесіз ба? Бір адам қалған жоқ, ол жерде қол көтермеген, аяғымен теппеген. Бірақ мен баламның мұндай істейтіндей, бұлардың не істеп қойғанын мен осы күнге дейін түсіне алмаймын. Бұл нәресте ғой 16 жастағы. Бұлардың өздерінің ар намыстары соған барып, соны өлтіргеніне мен таңғаламын. Бір шапалақ ұрыпты, бір мұш ұрыпты. Мен бір мұш ұрған үшін кешірім сұрауға келдім. Кешірім сұрауға келдім сол адамдардан. Аппақ шашым мен түнгі. Менің балам түнде жүретін бала емес. Ол зарядкаға деп барған. Үйде жатқан бала зарядкаға деп барған. Соның аралығында жаңағы Қытайда оқитын бала Қытайға кететін болып, сол папасынан сол напитка анау-мынау аламыз, зарядочнигімді алып қайтам деп барған бала. Ол түн ортасында, түнде күндіз ол қаңғып жүрмейді. Түнде жүргізген емеспін ол баламды. Себебі жауапкершілік ол әкесінің қолында өспегеннен кейін оның жауапкершілігі менің мойнымда болған үшін мен оны түнде жүргізбеймін, ешқашан жүргенде емес. Әжеу, деу мен кетті нәрестем. Бірақ оны өлтіретіндей, өлтіру үшін барғандары бұлардың анық болып тұр. Неге десеңіздер, 3 машина болып келіп отыр, олар дайындалып келіп отырған группа бұл дегеніңіз. Соны нақтылап айтып беріңізші, қалай болған, оқиғаның қалай болған. өзіңізді қолға алып, нақты келген кезде суш болыңыз. Жалғастырыңыз. Неге десеңіздер, оларда қалайша олар дайындалып келмеген болса, олардан пышақ шығады. Қалайша бірін-бір шақырады. Мен сізді шақырайын қазір бір жерге. Сіздің тамақ ішіп отырсыз, болмаса бірдеңе істеп отырсыз, не ұйықтап жатырсыз. Мен звонок қылғаннан сіз жетіп келе аласыз ба маған? Сол уақытта жетіп келе аласыз ба? Кешіріңіз, құрметті мемлекеттік айыптаушылар, сұрақтарыңызды қоя беріңізші нақтылап. Қайдар Охан, сіз келініңізбен Бишімбиевен келген кезде келіңіз Бишімбиевен әрекетін айтып бере аласыз ба? Қайда барды, не істеді? Келінім маған қарағанда жас емес па? Ол тездетіп жолды кесіп өтті де жүріп кетті. Ол менен бұрын Шерзат көрген болу керек. Сол жаққа кетіп бара жатқан кезінде оны 2 адам ұстап алды. Мен жолда өтіп бара жатып көріп отырмын ғой, ана жерге мені абзал құлатып жіберем дегенге дейін. Ана жақта бала анандай жерде тұр, ана сот орындаушы тұрған жерде тұр. Сөйтіп Гүлбараның қолынан 2 адам ұстап алған деп, осылай жібер деп жатыр, осылай қолын жұлқылап. Жібер десе, оны жіберген жоқ ешкім. Пока Шерзат құлағанға дейін Гүлбара о жерге жете алған жоқ. Нұрғанат та жете алған жоқ. Нұрғанатпен де алысып жатырды о жерде. Олар именно өлтіру үшін келген адамдар. Соның үшін мен айтатыным, олар дайындықпен келген адамдар. Олар бекер келген жоқ о жерге. Келіңіз Бишімбиевені нақты кім ұстағанын көрдіңіз бе? Мен балдардың ешқайсысын танымаймын. Мына балдардың біреуінде бұрын соңды біз, менің балдарым да көріп, балдарымның да қарсылығы болған адамдар емес. Түрін көрсеткенде мен абзалды ғана көрсете аламын.
басқа пәленше түгенше деп мен атын айта алмаймын. Жәбірленуші Нұрымов, егер айтатындарыңыз болса, қолыңызды көтеріп, тәртіп сақтауларын сұрайын, соттан рұқсат сұрап. Жалғастыра беріңіз. Сіз келініңіз бекіткен кезде жалпы қанша адам болды? Сан айта аласыз ба? Сан ол жерде көп адам болды негізі. Бірақ 3 машина толып кеткен кезде. 3 машина. 3 машина болды. 3 машина сол жерде магазин әлінде тұрды. Мен құлап орнынан тұрып, себебі ана балдардың құлағанын көрген жоқпын, олар кетіп бара жатқан кезде. Бұлар тапырлап жүгіріп былай шығып бара жатқан кезде уже артыма қарасам, 2 бала да жерде сулап жатқан екен. Тек Гүлбара оны құшақтап, ойбайлап бақырып жатқан екен, скорый, скорый деп. Бұлар Нұрғанатты да өлтірдік, Шерзатты да өлтірдік деп кеткен адамдар негізі. И өлтіру үшін келген адамдар. Сол топ болып тұрған адамдардың ішінде қолдарында қандай зат ұстаған, пышақ немесе де басқа заттар ұстаған көрдіңіз бе? Мен алдында сол Гүлбара жүгіріп кетіп сол жерде бақырып бастамастан бұрынақ деп артыма қарап тұрып деп тікейіп орнынан тікейіп деп қараған кезімде қолдан жылтыраған бірдеңелер көрінді светін жарығымен. Бірақ оның не екенін мен анық ол кезде білген жоқпын. Бірақ жүгіріп менің үстімнен талпа болып мені қағып соғып өтіп бара жатқан кезде қолдарындағы пышақ екенін байқадым мен. Сол кездегі марқұм Нұрғанат бар, ұлыңыз Микрофонға жақынырақ сөйлеңіз. Қаржаубай бар. Сол кезде қандай әрекеттер болды? Айтып бере аласыз ба? Қандай әрекет болғанда? Не істеді? Нұрғанатты бәрі Шерзат не болғаннан кейін Нұрғанатқа тиісті ғой бұлар. Нұрғанатты талпа болып теуіп ұрып бастап пышақ тықты. Сол кезде менің артыма қарап тұрған кезде мен тұрып жүруге әлім келген жоқ уже. Қазір сөйлеуге де мен осы жерге сол айту үшін мен әрең тұрғанымда. Ол кезде де сондай жағдайда болдым. Екеуі де құлап жатқан кезінде Қаржабайды білмеймін, 2 бала қуып сол жерде алысып, сол бет бетіне бутылкамен ұрып, сол бетін деп ұстап, сол бетін ұстауыменен жүгіріп бара жатқанын көрдім Қаржабайдың. Ол ойлаған болу керек, ана пышақ тек қана біреуінде деп. Сол маған тықсын пышақты деген оймен болған шығар. Бірақ біз Шерзатқа тығады, Шерзатқа сол дәрежеде өлтіріп тастайтын дәрежеде іс болады деген ұйықтағанда ойымызға келген емес. Шерзат біреуді ұрады деген біз түсімізде де кіріп шыққан нәрсе емес ол. Ол кісі ұратын бала емес, жаным. Құдай бірақы. Балам кісіге азары жоқ, шыққандай, артық сөзі жоқ нәресте еді. Енді құжаттармен анықталғандай, сіздің балаларыңыз Нұрғанат пен Қаржаубай болды. Сұрақ алып тасталады. Құжаттарын зерттеген жоқпыз ғой әлі. Егер зерттейтін болсаңыз, сілтеме жасауларыңызды сұраймын. Мен сұрағым, жалпы мына екі жақ топтың балалары шамамен саны қанша болды? Яғни сіз көп деп айтасыз. Жоқ дегенде сол жерде. Жоқ дегенде сол жерде 15 адам болды деп ойлаймын мен. Бірақ машинаға олар тығылысып пристеп менің алдымда, көзім алдында отырып кетті. Ары қарай немере Шерзатсыз қашан көрдіңіз? Баламды, немеремді іздедім. Көрінген жоқ көзіме. Шерзат деумен болдым осылайша келіп. Маған тек қана о жерде Шерзат керек болды, мен Шерзатты іздедім болғаны. Көріп, біліп, түсініп, Шерзатты мен жұмыстан келіп, сол күнге уже көрген де жоқпын. Өлі күн көрдім үйімде. Әрине сізге қазір жауап беріп оңай емес, бірақ сол кезде көрген кезде жағдай қандай болды оның? Жаңа дене жарақаттарын алды ғой? Шерзат маған дене жарақатын алған кезде маған ешкім оны көрсеткен де жоқ. Мен о жерге баратын шамада да болған жоқпын. Ал Нұрғанатты көрдіңіз бе сол кезде? Нұрғанатты да көрген жоқпын. Тек екеуі сулап жатты сол жерде. Мен о жерге апарған жоқ ешкім. Түсінікті. Жоқ. Ал сотталушылар ұрып соққаннан кейін оқиға орнына қалай кетіп қалды? Соны көрдіңіз бе? Қалай кетіп қалғанда? Айтып тұрмын ғой, мен сол жерден орнымнан қозғалуға менің әлім болған жоқ. Мен 2 бала келіп,
Шерзаттың екі досы екен келіп мені орнымнан жылжытып ана жерге апарып отырғызды. Бетіме су сеуіп жіберген кезде уже аналар өзім келдім деп қарап тұрмын, бірақ тікейіп тұрмын не болып жатқанын. Сөйтіп қарап тұрсам, 3 машинаға айтып отырмын ғой, талпа болып, бірін-бірі қыстырылысып, сығылысып машинаға отырып кетті. Тура түбінде тұрғандай болып отырып кетті сол жерде. Сізде қой беріңіз. Рахмет. Жәбірленуші Кадирова, айтыңызшы, сіздің 23 қазан 2024 жылы берген жауабыңызда сізден жәбірленуші ретінде жауап алған хаттамаға сәйкес, құрметті сот, 20 том 1-15 парақтар аралығында сіз жаңағы келген топтың арасында тағы 2 қыз болды деп айтасыз. Сол 2 қыздың іс-әрекетін толық айтып беріңізші, не істеп жатты, қайда тұрды? 2 қыз сол балдармен қосылып жүгіріп келгенін білем. Маған скорый шақырмайсыз ба деп сөйлеген дауысын естідім. Түрінде танымаймын ол қыздардың. Не істеп не қойып жатқанын білмеймін. Оны балдар бірге, олар қалып қоятын сияқты артына бұрған кезде деп қолынан ұстап екеулеп жүгірісіп машинаға тығып алып кетті ол 2 қызды. Нақтылау сұрақ, 2 қызды салып алып кетті ма, болмаса 2 қыз ұлдарды салып алып кетті ма? Ұлдар сүйреп алып кетті. Себебі олар маған іркіліп тұрды, маған қарап. Скорый шақырмайсыз ба, сіз скорый шақырмай. Мен скорый шақыратын состояниеде болған жоқпын ол кезде. Жақсы, нақты кім айтты сізге скорый шақырмайсыз ба деп? Мен қыздарды танымаймын ғой жаным. Жоқ, сол 2 қыз айтты ма? Екеуі айтты ма, сол ұлдармен келген қыздар? Басқа, өйткені сол маңайда өтіп жатқан адамдарға болған, білесіз. Жақсы, онан кейін жаңа сіз айттыңыз, келініңіз Бишимбиеваны 2 бала қуалап қолынан ұстап алды дедіңіз, күштеп 2 білегінен, Бишимбиеваны жүргізген жоқ. Жақсы, қалай дейсіз? Шерзатқа қарап жүргізген жоқ Гүлбараны. Яғни сіз бұл жерде Шерзатты көрген болып тұрсыз ба? Шерзатты анда жерден көріп тұрмын ғой, Гүлбара соған қарап жүгіріп кетті. Жақсы, сол немереңіз Шерзаттың іс-әрекетін айтып беріңізші, не істеп жатты, қасында кім болды нақты? Мен айтпаймын, сіз айтып тұрсыз, түрлерін білмеймін деп баланың. Қараңғы болды, біз бәрін түсінеміз оны, Бірақ шамамен қанша болды? Шерзат немереңіз не істеп жатты, және қарсыластары не істеп жатты маңайында? Соны бізге айтып берсеңіз, есіңізде бар болса қазір. Сіз айтып тұрсыз ғой жаңа, білегінен ұстап келінімді күштеп ұстап алды деп айттыңыз, өз аузыңыздан шықты, иә? Жаңа айтып тұрсыз, Шерзат анандай жерде тұрды деп. Шерзат анандай жерде тұрғанда, Гүлбараны ұстап тұрған кезде, уже бала анандай жерге жүгіріп барады да құлады. Менің көргенім. Бала жерге құлап қалды. Жерге құлап қалғаннан кейін де, о бала аналар ұрған сайын басын деп тікейтіп көтеріп, неғып тұрған бәрін көріп тұрдым. Қараңғы болғанмен де, бірақ адамдардың түрін бұрын соңды танымаймын ғой. Қараңғы тұрған жоқ о жерде. Свет жарық, сол жерде барып көрді де, адвокаттар да көрді. Жәбірленуші Нұрымов, мен сізге түсіндірейін. Қазір өзіңіз жауап берген кезде, оның бәрін айтасыз. Мен сізге сөз берем. Енді шатасса да оны сол Нұрымов. Жоқ, жарық. Жәбірленуші Нұрымов. Тұра тұрыңызшы, мені тыңдаңыздар. Сіздің тұра тұрыңыз. Сіздің прокурорға жасаған ескертпеңіз қабылданды. Ондай жетекші сұрақтарды қоюға тыйым саламын. Сізге ескерту жасаймын. Жақсы. Жалғастырақ, Шерзат немереңіздің іс-әрекеті маңайында қанша бала болды? Ұлыңыз айтып тұр, жарық болды деп. Көрсеңіз, нақты қай балалар болды? Соны толық айтып беріңізші онда. Қай балалар болды дегенде? Бәрі де болды сол жерде. Сол машинада түсіп келген қыздарға дейін сол жерде болғанда, олар болмады деп ойлап тұрсыз ба? Жоқ, мемлекеттік айыптаушыны сұрайын дегені, қанша адамды көрдіңіз қасынан? О жердегі адамды бір талдап санап тұрған жоқпын негізі. Шамамен айтсаңыз. Шамамен о жерде 13 адам келген болса, 13 адамның бәрі болды. 2 қыз да болды. Сол жерден, тура сол жерден қайтып келе жатып маған, скорый шақырмайсыз ба деп айтты. Жақсы. Жаңағы сіз айтып тұрсыз ғой, келініңіз Бишимбиеваның білегінен ұстап қалғаннан кейін Шерзат жүгіріп барып құлады деп. Сол екі ортада Бишимбиеваның қолынан ұстап тұрған сәтте және құлағанға дейін Шерзаттың қасына біреуге жолады ма? Бәрі жолады.
сол қолын ұстап тұрған адамдар да барып ұрды ғой оны. иә, барып құлағаннан кейін ұрды ма, Иә, жоқ әлде қуалап бара жатқан кезде ұрды ма? Құлағаннан кейін ұрды баланы. Иә, Құлағаннан кейін ұрды. Неге Жақсы. десеңіз, ол бала жүгіріп бара жатып құлап қалды. Ол мен қашып кетеді екен деп ойладым. Ол жерде жоқ екен, жоқ болғанына қарап балам кетіп қалған екен деген ой келді маған сол жерде тұрғанда. Бірақ ол бала қайдан шығып қалды білмеймін, сол жерден жүгіріп шығып қалды сол жерге. Жақсы, сол кезде Гайпаевтың іс-әрекетін айтып беріңізші. Қай жерде болды және не істеп жатқанын? Ол сол Шерзат құлап отырған кезде оған сөйледі ғой ол. Нұрғанат аға маған бірдеңе тығып алды деп. Сөйтіп сөйлегеннен кейін ол Нұрғанат сол жерге барам дегенше Нұрғанат сүйреп алды ғой бұлар. Сүйреп, аяғынан сүйреп былай шығарып, Нұрғанатты да ұрып сол жерде. Пышақ тығылды ғой оғанда. 3 пышақ кірген, 1 пышақ деп былай қадалған болғаны. Сонымен ол неше уақыт жатты ғой. Пышақ кірген жақсы, ал одан басқа тыйым салынған заттар көрдіңіз ба, қарулар, пышақтан басқа? Пайдаланған Гайпаевқа қарсы? Бірдеңемен ұрып жатты. Баланы бір емес 2-3 рет деп былайынша ұрып жатты. Жақсы. Енді оны адамдар айтып жатыр ғой, мылтық екен, мылтықпен ұрып жатыпты. Ол Нұрғанаттың мылтығы, болмаса Қажаубайдың мылтығы, Қажаубай пышақ ұстаған деп. Менің балдарым, біле білсеңіздер, осы балдарға қарағанда Алланың атымен ант етіп айтайын, еңбекқор, халық үшін қызмет етіп жатырған азамат екеуі де реанимацияда адамдарға көмек беріп жүрген азаматтар. Қолдарында дипломы бар, жұмыстары бар, бала шағасы бар адамдар. Көріп тұрсыздар мына балдардың, біреуінің қолында бір диплом жоқ, біреуінің 30-ға шыққанша бір-бірден, біреуінде 2 бала бар, біреуінде 1 бала бар. Аллаға шүкір, мен көпсінбеймін оны. Бірақ тәртібі түзу балдар олай болмайды. Дені түзу ата-анадан тәрбиеленген, дені түзу балдар болғанда, олар да еңбек етіп, түн ішінде олай жүрмес еді. Рахмет жауабыңызға. Сұрағыңыз бар ма қосымша? Жоқ, қосымша. Жәбірленушінің өкілдері, сұрақтарыңыз бар ма? Бәрінде пышақ болды деп. Соны қалай нақтылап түсіндіріп бересіз бе? Ол ар жақта төбелес болып жатқан кезде көрдіңіз бе, әлде қайтып бара жатып алдыңыздан өткен кезде көрдіңіз бе? Ержан мырза, мен айтып тұрмын ғой. Мен тікейіп тұрмын, орнынан тікейіп тұрдым, былай, осылай тізелеумен тікейіп тұрып деп қарап тұрмын, болып жатқан дүние менің алдымда болып жатыр. Соған қарап тұрған кезде қолында жылтыраған бірдеңелерді көрдім дедім. Мен пышақ тығып алды балама деген жоқпын, ұрып тастап кеткен шығар дедім. Бірақ бала бірінші құлап қалды. Содан кейін менің үстімнен, менің түбімнен былай, менімен қабаттасып өтіп кетті ғой, бәрінің қолында пышақты мен көріп тұрмын деп тұрмын ғой. Яғни төбелес болғаннан қайтып бара жатқан кезде сіздің алдыңыздан өтті, солай ма? Иә. Жақсы. Басқа сұрағыңыз бар? Қойыңыз. Адвокат Болманов. Орныңыздан тұрыңызшы. Рұқсат болса, нақтыланатын сұрақ болып тұр. Айтыңызшы, осы топтағы балалардың нақты қайсысы сізді және келініңізді жаңа марқұмға жібермей қойған? Мені жібермей қойған Абзал. Абзал мені қатып кетті. Иә. Жақсы. Жоқ, нақтыланатын сұрақ қой бұл. Жоқ, нақтылаудың, егер жауап берсе, нақтылаудың қажеті жоқ, қайталап сұраудың қажеті жоқ. Екінші сұрағым, осы топтағы балалардың ішінде жаңа куәгерлер болды деп жатыр. Солар жаңағы жедел жәрдем кім шақыруға тырысты? Айтыңызшы. Ешкім жедел жәрдем шақырған жоқ, әркім өзінің істеген ісіне бола, олар тығылып қашуға тырысты. Ол жерде жедел жәрдем шақыратын адам болған жоқ. Сол 200 куә болды деп тұрсыздар ғой. 200 куәнің еш болмаса бір 10 адам шыққанда менің балам тірі қалатын еді. Бірақ олар куәлік беріп тұр да, көрдік деп, бірақ келіп көмектесе алмай тұр. Бұл сонда халқымыздың қандай жағдайға жеткені, қандай адамдар болған екенін түсініп. Яғни сіздің айтқыңыз келгені, топтағы және куәгерлерден басқа ешкім сіздерге жедел жәрдем шақырып, немесе полиция шақырып көмектескен жоқ, солай ма? Иә. Рахмет, құрметті сот. Менің тағы бір айтайын дегенім, айтыңыз. мына жерде мына 16 жасар балаға менің балам кешірім берді деп маған айтты. Кімнің кешірім бергені туралы? 16 жастағы балаға, мама, мына баланың біздің Шерзатқа өліп кетті. Енді қайтарып алып келе алмайтынымыз анық қой. Мына 16 жасар баланың өміріне біз балта шаппайық. Қолдан келгенше кешірім берейік, мама, мен кешірім бердім деді. Сотталушы ысқақты айтып тұрсыз. Иә. Сол менің айтайын дегенім, менің балам да, мен де бәрін де кешірдік. Алла кешірсін бұларды.
Тек Алладан кешірім сұрасын. Бір Аллаға тапсырып қойыппын. Судья, сіз ақиқат осыларға өзінің нақты жылын кесесіз ба, кеспейсіз ба, қорғап алып қаласыз ба, жақтап қаласыз ба, ол сіздің ар-намысыңызға берілген дүние. Екінші, мен тек Аллаға ғана сендім. Өмірде айтылады ғой, Құдайдан тап деген қарғыс дүниеде жаман қарғыс екен деп. Себебі оның қайтып табатынын бір Алла ғана біледі. Мен бір Құдайға тапсырдым бәрінде. Өсіп өнер бар, өмір сүрер бар. Ата-аналар да қалегенше артымызда отырып, ананы мынаны шұқынып сөйлеп отыр. Бірақ мен сабырлыққа салып шыдап отырмын. Сабырлығыңызға рахмет. Алла сабыр берсін. Қорғау Аллаға тарабы, тапсырдым, бір Алла шешсін қалған. Қорғау тарабы сұрақтарыңыз бар ма? Сізде жәбірленушінің өкілінде сұрақ бар екен. Жәбірленушінің өкілімін, адвокат Мұстапаев. Мынандай сұрақ, жаңа сөзіңізде, жауабыңызда Шерзаттың сол жерде, оқиға болған жерде достар болды дедіңіз, кімдер болды? Олардың іс-әрекеттері қандай болды? Сондай сұрақ. Іс-әрекеті болғанда ол балдар қайдан келгенін білмеймін. Мен құлап қалған кезде екі бала келіп көтергенін білдім. Мен олардың Шерзаттың достары екенін деп, ол кезде мен өзім анандай жағдайда болып тұрғасын білген жоқпын. Ол болған кезде жаңағы келмей қалды деген бала болды, Ахмет деген. Оның інісі Алдияр болды, сосын Мирас болды, сосын кішкентай тағы бір бала болды. Оның атын да ұмытып қалыппын. Бірақ үйімізге келіп, баламмен бірге ойнап, бірге үйдің тіршілігіне араласып жүрген балдар. Әрекеттері қандай? Олар төбелеске неге араласа алған жоқ. Себебі Ахметтің басын ұрып жіберіп, құлап, басы қанап тұрған, екіншісі соның басын деп байлаумен мені екі бала көтеріп магазин алдына отырғызған болса, ол баланы жуын тұрды, ішке апарып, қан былай сорғалап ағып тұрды Ахметтің басына. Тағы бар ма сұрағыңыз? Жәбірленушілердің өкілдері. Жәбірленуші, сіздерде бар ма сұрақ? Жәбірленушілер. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Осы сот процесіне келгенге дейін сіздерден кешірім сұрады ма? Хотя бы ата-аналары болсын, өздері болсын. Жоқ, бізден ешкім кешірім сұрап келген жоқ. Баланы бүгін жерге қойып келген күні еркек адамнан бір еркек пендесі келіп, осындай болып қалды деп есігімізді қағып кешірім сұраған адам жоқ. Себебі бұлар сондайға үйренген адамдар. Балдары сондай тәртіпсіздік жасайды да, олар соттың аузын, прокурордың аузын жауып, сондай етіп, сондай жағдай болған. Кешіріңіз менің айтқаным үшін. Олар әрқайсысында 7-ден 6-дан статья бар, бәрінде 2 жыл 6 ай условныйға шығарып жіберіп отыр. Соны біздің осы прокурорымыз, сотымыз әділ шешім шығарып, солар уақытында қамағанда, уақытында бір 5 жыл кесілгенде жоқ дегенде, бұлар бұндай дәрежеге бармас еді. 5 жылда қамалып шығып келетін еді. Жақсы. Қорғау тарабы сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Кім? Өздерінің шешім бір-бірлеп қоя берсін. Мына жерде ең ауыр шынасыға тағылып отыр. Сондықтан бірінші содан бастап, енді қорғаушылар өздеріңіз бір-бірлеріңізді. Қорғаушы Абенов, сіз жаңа айттыңыз, Шынасылды танимын дедіңіз. Көрдім дедіңіз ба, танимын деп айттыңыз ғой. Шынасыл дегенде мен Шынасылмен деп қол алысып, бірге жүрген адамым емес. Ол менің көршім емес. Маған Нұрғанат айтты. Мама, сізді Абзал итеріп жіберді деді. Нұрғанаттың айтқан сөзі. Мен Шынасылмен құда түсейін деп, я қыз берейін, я қыз алайын деп жатқаным жоқ. Сізге мен конкретно сұрақ қойын деп отырмын. Танығанда деп қолынан ұстадым деген жоқпын ғой сізге. Осы балалардың келесі сұрағыңызды қоя беріңіз. Осы балалардың ішінен көрсетіп бере аласыз ба Шынасылды? Ешкім подсказ бермесін тек қана. Танисыз. Міне сіздің артыңызда отыр ғой Шынасыл деген. Тұрыңыздар, сотталушылар. Жоқ, бәрің тұрыңдаршы. Барлықтарыңыз тұрыңыздаршы. Жоқ, сіздің арқаңызда тұр ғой. Менің артымда көп адам тұр. Тура сіздің арқаңызда тұрған. Жоқ. Бірінші, екінші, үшінші. Ішіне кіріп көрсетейін, есігін ашып. Жоқ. Орныңызда тұра беріңіз. Қорғаушы. Бұл жерде мен сізге ескерту жасаймын. Жоқ, енді Шынасылға мен солай деп айтып тұрғаным үшін, бұл кісі қорғаушысы болған үшін алғанын ақтау керек қой ол кісі. Нешінші тұрғанын айта аласыз ба? Нешінші тұрғанын айтып беріңізші? Нешінші тұрғанын? 4-ші болып тұр. 4-ші. Тұрыңыз, қалғандарыңыз отырыңыздаршы. Нені Қажабай подсказал? Нені айтты ол? Қарсылықтарыңыз қабылданбайды.
Жақсы, отыра беріңіз. Ұлықсат болса, Сотталушы отыра беріңіз. келесі сұрағымды қояйын. Қандай киімде болды? көк спортивкада болды, қара кепкада. Қара кепкада. Қара кепкада деп басып алды бетін. Мені құлатып жібергеннен кейін. Түсінікті. Ал енді қалай құлатты сізді? Қай жерде құлатты? Оқиға болған жерде сіз болдыңыз. Сіз мына жерге шығыңызшы, мен сізді құлатып көрсетемін, қалай құлағанын. Мен сізге қай жерге құлағаныңызды сұрап отырмын. Жерге құладым. Магазиннің қасында ма, үйдің қасында ма, жолда ма? Қандай жерге құлаттыңыз? Жерге құладым. Кәдімгі Құдайдың жаратқан жеріне құладым. Магазиннің мына жағында, ана жаққа адамдарға қарап жүрем деп жатқан кезімде. Магазиннің қасында құладыңыз ба? Магазиннің тура алдында емес, магазиннің бұрышында. Түсінікті. Ал енді сіз жауабыңызды айтқансыз, пышақ көрмедім деп. Қазір Тұра тұрыңыз. Қай жауабын? Мен сізге пышақ көрмедім дегенде шылтыраған Жәбірленуші, бірдеңелерді тұра көрдім тұрыңызшы. дедім. Тұра тұрыңызшы. бұл кісінің жауабы 20 томның 1-ші бетінен басталады. Енді оқысаңызшы соны. Жариялауыңызды сұраймын. Тұра тұрыңыз, отырыңызшы. Жәбірленушіге мен сот рұқсат беріп тұрмын ғой айтқанға. Құрметті сот, бұл жерде жалпы біз тергеу барысында біз тергеудің кейбір несіне біз толықтай келіспейміз деп айтпаймыз. Бастама кезінде біздің анамыздан қатыстырмауға тырысты анамызды. Бұл жерде анамыз көп мағлұматтар ол жерде айта алмады. Бұл жерде біз куәгер ретінде... Жоқ, егер ондай жағдай болатын болса, куәгер ретінде... Ол кісі өзі де солай айталады ғой. Айталады ғой. Құжатқа түспеді деп жатыр ғой. Жақсы. Құжатқа түспеген... Оны өзі де айталатын шығар. Рұқсат па? Мен тыңдап жатырмын, мен де тыңдаңыздар. Ол жерде анамды қатыстырмады біріншіден. Екіншіден көп затты айғақтарға беруге бұл кісіні қатыстырмады тергеуде. Оны түсіндік. Бұл кісі ол кезде үлкен қайғыда болды. Не болып жатқанын, қалай болып жатқанын ол толық жеткізе алмады. Рахмет. Соны ескеруді. Құжатқа түспеу себебі тергеу барысында анамды тергеуге көп қатыстырмады. Көріп тұрған шығарсыз 24 күні. 4 күні болғаннан соң 20. Егер ондай жағдай болып жатса, сіз өзіңіздің айтуыңызға болады, қандай себеппен мәліметтерді көрсетпегеніңіз туралы өзіңіз айтуға болады. 24 күн кешіресіз. 24 күнге дейін менен ешкім сұрақ жауап алған жоқ. Мен оларға жауап бере алатын жағдайда болған жоқпын. Себебі Шерзатпен қосылып өліп қалдым екен деп ойладым мен. Тіршілік маған керек болған жоқ. Шерзатпен отырдым, Шерзатпен тұрдым, Шерзатпен ұйықтадым өмір бойы 16 жылға дейін. Ол әке шешесінің қолында өскен бала болмағасын, сондай жағдайға түсіп қалдым. Мені Нұрғанат тірі болғаннан кейін мен оларға барып сөйлесейін, біреумен кездесейін деген мен өзім ойыма да келген жоқ. Нұрғанат тірі болды ол кезде. Жақсы, сұрағыңызды қоя беріңіз. Білетін. Сіз қолыңызды танисыз ба? Қолымды танимын. Көрсетуге бола ма? Жоқ, жауап алу хаттамасын айтып тұрсыз ба? Қол қойды. Жауап хаттамасы толық болмаған деп айтып келіп тұр ғой. Толық болмаған? Бере алады ғой. Жоқ, онда... Жоқ, қабылданбайды, тұра тұрыңыздар. Бұл жерде ұрысудың қажеті жоқ. Отырыңыз, қорғаушы. Пристав, көрсетіңізші. Мынаны көрсетіп тұра тұрыңыз. Істі көрсетіңізші. 20 том, 5 парақ. Сіз өз қолыңызды тани аласыз ба? Иә, өз қолым танимын. Мұна менің қолым емес. Ана, жазба. Міне менің қолым. Е, дұрыс. Сол қол қойған сіздікі ма? Қол қойғаныңыз? Иә. Жақсы, рахмет. Қасыңызда 2 адвокатыңыз болды ма? Қай кезде айтып тұрсыз? Негізгі алынған адвокаттар Қажыбай мен Гүлбарамға ғана қатысты жұмыс жүргізді. Жоқ, оны сот көріп отыр. Отыра беріңіз, өзі жауап берсінші. Жауап беруге мұрша беріңіздерші, жәбірленушіге. 2 адвокатыңыз болды ма? Иә.
Екі адвокат болғанда олар менің өзімнің адвокатым емес, олар Қаржабай мен Гүлбараның адвокаты болды. Бірақ Жайнабаева маған ананы жаздырып бірге барған сол Тәуекеловамен. Тәукеевадай болған сол Иә. жерде қол бар осында. Иә. Болды ма екеуі? Иә. Болды. Тергеуші сонда ол кісілерді қосты ғой сіздің жауап алған кезде. Иә. Қасында болдыңыз. Енді келесі сұрақтарымызды сұраймыз. Так, сіз жауап бергенсіз, айтыңызшы оқиға орнында болған адамдардың көрсеңіз тани аласыз ба? Жоқ. Жоқ, ешқайсысын тани алмаймын дедіңіз. Мен қазір де айтып тұрмын осы сізге. Тани алмайсыз. Ал енді бұл жерде Абзалды танимын дедіңіз. Сіз жауап бергенде танымаймын дедіңіз ешқайсысын. Көрсем тани алмаймын дедіңіз. Сіз қашаннан бұл баланы білетін болып қалдыңыз? Қашаннан білетін болып қалған кезде, маған сол жерде балам айтты, мама сізді Нұрғанат. Өліп қалған ұлым Нұрғанат. Маған мама сіз ите жіберген Абзал ғой, мен сізге жетіп үлгере алмай қалдым деді. Сосын мен кеше келдім де Абзал деген қайсы Абзал деген деп бәрінен сұрап шықтым. Мынау деді Абзал деген. Танып алдым соны сол кезде. Осы жерде ана. Осы жерге келіп тұрып таныдым. Ал енді мына мылтық туралы. Қару көрдіңіз бе? Енді мен сізге айтып тұрмын, қару көрді деп, біреудің ұстап бара жатқанын, я келе жатқанын көргенім жоқ. Бірақ баламды бұлай ұзынша бірдеңемен Шерзатжанды ұрып жатырғанын көрдім. Ал енді қару атылған даусын естідіңіз бе? Естідім. Естіңіз бе? Бірақ оның сол жерден шыққанын, я басқа жерден шыққанын, мен оның қару екенін де ұққан жоқпын. Жауабыңызда былай дегенсіз. Көрген жоқпын, және естіген жоқпын деп мылтықтың атылғанында. Енді менен мылтықтың атылғаны, мылтық екен деген ойыма келген жоқ ол жерде менің. Тыныш. Мылтық екенін мен түсінген жоқпын ол кезде. Ұрып жатқан бір ағашпен ұрып жатыр ма деп ойладым мен. Келесі сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында біреуден болса да пышақ көрдіңіз бе? Көрген жоқпын, пышақ бар деп ойлаған да жоқпын. Мен сол кезде ойлаған жоқпын. Мен тек кетіп бара жатқан кезде ғана бәрінің қолында пышақ бар екенін көріп, деп бара жатқанда көрдім. Ана қызды деп сүйреп жатқан кезінде ана қалтасына салып үлгерген жоқ пышақты. Енді сізді жауапты сол кезде алған жоқ. 23 күн өткеннен кейін жауап алды сізден. Ал. Енді сіз қазір көрдім, кетіп бара жатқанда көрдім деп отырсыз. Иә. Сізге құрметті сот, или мына жәбірленуші шығу керек, или кедергі болмау керек. Жәбірленуші, тұрыңызшы Нұрымов. Мен сізге жаңа ескерту жасадым. Егер айтатыныңыз болса, соттан рұқсат сұрауыңызды сұраймын. Бірақ мына жерде жоқ, жәбірленуші, тұра тұрыңыз. Бұл кісі сізде бар құжаттарға сілтеме жасап, жақсы. Оны айттыңыз, қайталаудың қажеті жоқ. Бірақ шатастырған жоқ. Бұл істе бар мәліметтерге сілтеме жасап отыр қорғаушы. Бұл кісінің қорғаушысы болмаған ешкім. Айталып отқан Тәукелева ханымға ешкім сенімхат бермеген екен. Сонысы материалдарынан қарауыңызды сұраймын. Жақсы. Жалғастыра беріңіз. Сіз Шерзаттың құлағанын көрдіңіз бе? Көрдім. Ол сұрақты жауап берді. Ол қайталаудың қажеті жоқ. Жақсы. Қандай қашықтықтан көрдіңіз? Міне осы ана мына бізді қазір түсіріп тұрған не бар ма? Тура сондай жерде бала құлап жатты. Сіз тақалдыңыз ба қасына? Жоқ, тақалған жоқпын. Мен ол жерге жете алған жоқпын. Не себепті жете алмадыңыз? Менің басыма түскен дүние сіздің басыңызға түскен кезде не себептен жете алмағанды білесіз. Бірақ оны артық сұрай берудің қажеті жоқ маған. Жұмабике Жолдасовна, сабыр сақтап, осы бүгінге жауап беріңізші сұрақтарға. Содан кейін сізден жауап алмаймыз. Себебі ол кісі менің басыма түскен дүниенің не екенін түсінбей тұрғаны үшін сол сұрауды беріп тұр. Білесіз ба сіз? Немере жоғалтудың не екенін, адам өлімнің не екенін түсінгенде ол кісі олай сұрау бермейтін еді. Мені мазақтап тұрған сияқты етіп істеп тұр ғой ол кісі. Қай жерден шатыстырсам екен деп. Құрметті жасына істеп тұрған ісіне сөйлеп тұрған сөзіне дұрыс па ол кісінің істеп тұрғаны? Тәртіптеріңізді сақтай отырып қойыңыздарыңызды сұраймын. Отырыңыз. Мен сізге бара алмадыңыз деп қана себебін сұрадым. Құлап қалдыңыз ба? Біреу кедергі болды ма? Мен соны білмей Менің құлап қалғаным сіз біліп тұрсыз ғой. Тыныш.
Құрметті сотқа қатысушылар, құрметті жәбірленуші, бұл сот отырысы болғандықтан сізге сұрақтар қойылу қажет. Бүгін сол сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Кедергі болды ма сізге баруыңызға сол жерге? Аяғым кедергі болды, жүре алмадым. Соны айтсаңыз болды, мен басқа ештеңе сұрамаймын сізден. Жақсы, қойыңыз. Адвокат Баймуханова, сотталушы Қалиахметов мүддесінде. Жұмабике Жолдасовна, өз атынан сізге қайғырып көңіл айтам, артық қайырлы болсын. Енді біздің қызметіміз осындай болғандықтан біз сұрақ қоюға міндеттіміз. Оны түсіністікпен қарауыңызды сұраймыз. Жұмабике Жолдасовна, сіз айтыңызшы, біз магазинге келінім екеуміз келдік деп отырсыз. Үйіңізден дүкенге дейінгі арақашықтықты айта аласыз ба? Қанша уақыт жол жүрдіңіздер? 5 минут, 10 минут. Үйіңіз дүкенге қаншалықты жақын? 10 минуттық жол жүрдік. 10 минуттық жол. 10 минуттық жол жүрдік. Сіздер жаңағы келініңіз екеуіңіз оқиға болған жерге келгенде 2 топ адам көрдік дедіңіз. Сол жайында айтып беріңіз, сол 2 топ адам қай жерлерде орналасып тұрды? Дүкеннің қасында тұрды ма бір тобы? Жоқ, бір тобы көшенің арғы бетінде нақты жаңағы 2 топ адамның тұрған жерлерін айтып берсеңіз. Мына қараңыз, мынау магазин. Мынау магазин, міне, мынау магазин. Мен жолдың мына шетінен келдім былай қарап. Мына угол, міне. Мына жерде Ахметті ұрып балдар құлатқан. Сол жерде сол менің балдарым достары тұрған екен. 3-4 бала болып. Сосын мына тура мына магазиннің алдынан былай қарап, 5-6 бала, 10 шақты бала тұрған екен. Мен келіп алдынан шығам, Шерзат жоқ болды мына жерде. Мына дөңгелекте Шерзат болған жоқ. Вообще көрінбеді. Себебі мен жолдан өтіп кесіп келе жатқанда мен ешкімді іздеген жоқпын. Тек маған Шерзат керек болды, мен Шерзат іздедім. Шерзат көрінбеді. Сол қалай екенін білмеймін, мынандай жерден Шерзат шықты. Шерзаттың сұлбасы көрінді. Содан кейін мына тұрған балдар, мына магазин әлінде мына алды бетінен былай қарап, углға келіп тұрған, мына жерде тұрған балдар талпамен мен алдынан шығып үлгердім, жолды кесіп деп былайынша. Кешірім сұрайын осы балдар ғой деп. Сөйтіп шыққан кезінде мен осы жерде мына магазиннің мына жерінде мен құлатып кетіп тұр ғой, алдынан деп былай шыққан кезінде. Шерзатты көрген кезде мына тұрған бірінші талпа мына жердегі, мына углдағы емес, мына талпа жүгіріп Шерзатқа қарап кетті. Сол кезде мен оларға кедергі болғаным үшін мені құлатып кетті. Гүлбара жетіп үлгерген жоқ, Шерзатқа қолынан ұстап алып мынандай. Түсіндім, болды. Енді сіздің айтуыңыз бойынша сіз өз атыңыздан айтып тұрған жоқ, жалпы өзіңіздің естігеніңізден айтып тұрған сияқты ой келеді да маған. Жалпы 2 топ баланы бірақ көрдіңіз, бірақ та кім қай жақтың баласы екенін нақты өзіңіз білмейсіңіз, бірақ та естідіңіз солай. Дұрыс түсініп тұрмын ба сізді? Қалай естідім? Енді оқиға болғаннан кейін может естідіңіз, ана балалар былай тұрды, мына балалар мына жерде тұрды дегенде. Мына шыққыр көзім көрді соның балдарының бәрін. Енді сіз өзі айтып тұрсыз ғой. Келесі сұрағыңызды қойыңыз. Енді кешірім сұрайын, дұрыс түсіндіре алмасам. Енді айтыңызшы, 2-ші топ жаңағы Шерзаттың достары болды, дұрыс па? Мен достар екен анық сол жерде ол балдардың дос екеніне көңіл бөлгенім жоқ. Мен немеремді іздедім сол жерде. Бірақ мына жердегі балдар жүгірген жоқ қой, ана жаққа қарап. Жүгірген жоқ. Солай түсіндірсеңізші, 2-ші топ балалар жүгірген жоқ. Жаңа сөзіңіз айтасыз, бір топ бала ол Шерзаттың достары екен, бір топ балам бай жүгірді. Содан мен сізге сондай сұрақ қойып отырмын. Енді айтыңызшы, 3 мәшине көрдім дедіңіз. 3 мәшине жаңағы дүкеннен қандай арақашықтықта тұрды, немесе дүкеннің қай жерінде тұрды, и жаңағы 2 топ баладан қандай арақашықтықта тұрды? Машиналар тура магазиннің алдына келіп тұрды. Машинаның алды кеңістік, кең жер. 3 машина свободно сияды, подряд магазиннің алдында тұрды 3 машинада. 3 машинада анық көрдім. Түсінікті, рахмет. Қанша адам отырып кеткеніне дейін машинаға тығылысып, престеліп отырғанына дейін көріп тұрдым мен соны. Түсіндім, рахмет. Енді айтыңызшы, жаңағы ұлым Қаржаубайды бутылкамен ұрып, жүгіріп кеткенін көрдім дейсіз. Сіз сол жағдайды бутылкамен ұрған адамды нақты көрдіңіз ба? Жоқ, жалпы естідіңіз ба ол туралы осы оқиғадан кейін? Естіген қалай, мен сол жерде тұрмын ғой өзім. Сұрақ алынып тасталады. Келесі сұрақ басқаша қойыңызшы. Сіз жалпы өзіңіз ұлыңыз Қаржаубайдың бетінен бір өзіңіз бұрын танымайтын адам бутылкамен ұрғанын көрдіңіз ба? Әйнек бутылкамен ұрып бетін жаралағанын. Сұрақ алынып тасталады.
Басқаша қойыңыз. Енді айтыңызшы, жаңа өз жауабыңызды айтыңыз. Нұрғанат, Шерзатты Нұрғанатқа маған бір нәрсе тығып алды деген туралы айттыңыз, бірақ нақтылаған жоқсыз. Осы Шерзаттың Нұрғанатқа маған бір нәрсе тығып алды деген нақты өз құлағыңызбен естідіңіз ба? Құрметті сот, ескертіп жазсаңыз қорғаушыға. Жәбірленуші болған оқиған сол келген сәттен бастап айтып беріп отыр бізге. Ол тергеу амалдар жүріп жатқан кезде де айтқан. Жақсы, қабылданады. Келесі сұрағыңыз Құрметті қойыңызшы. сот, мен қарсымын. Себебі бұл кісі өз Қабылдан- жауабында айтты. Ол кісі міне мен жазып алдым. Нұрғанатқа Шерзат бір нәрсе кіргенін айтты деді. Енді бұл өз құлағымен естіді ма, жоқ оқиға болғаннан кейін может Айта аласыз ба? Жауап бере аласыз ба сіз бұл сұраққа? Ол сұраққа жауап бергенде, бермегенде Нұрғанат сол жерде құшақтап отырып, больницаға барып жатқан кезде, бірінші кірген кезімде айтты, мама, оған жүрегіне тығып алды пышақты. Маған мына сөзді айтты, ең соңғы Шерзаттың сөзі сол болды, әже деп маған Нұрғанаттың өзі айтты. Мен қалай естемін, сіз тұрған жерде сіз сөйлесеңіз, мен мына жерде тұрып, мен соны қалай естемін? Көруім мүмкін, сізді көріп тұрмын, микрофон ұстап, былай маған сұрақ беріп тұрсыз. Бірақ мен сол жерде сіздің сөйлеп жатқаныңызды мен ести алмаймын, бұл талпа ұрып жатқан адамның арасында. Сіз сөйтіп нақтырақ жауап берсеңіз, мен сізге ондай сұрақ қоймас едім. Мен түсінбегендіктен сізге сондай сұрақ қойыпты. Онда түсіндірдім сізге. Жаңағы айттыңыз ғой, Нұрғанат екі бала жерде жатты, сізді екі бала көтерді дедім. Жаңағы екі бала сізді көтергенде, әлі екі бала жерде жатып берді, оларды ауруханаға алып кетті. Жоқ, жерде жатты. Әлі жерде жатты. Оларға жолаған адам жоқ. Қаржобай келді де, мені былай шыққаны, мама, уайымдамаңыз, мына балдар отырғызады сізді деді, былай отырғызды, өзінің машинасын айдап алып барып, екі баланы өз қолымен машинаға салып алып кетті. Сіздер айтып отырған 200 куәгерден екі адам келіп Қаржобайға көтерісіп салысқан жоқ балдарды. Түсінікті. Тағы сұрағыңыз бар ма? Сіз жаңа айттыңыз, қару атылғанын естідім деп. Жалпы қай уақытта, келе салған уақытта, сол жерге келген, көліктен түскен кезде естідіңіз ба, жоқ жерде отырғанда естідіңіз ба көліктің жаңағы қарудың атылған дауысын? Мен машинадан түсіп мына жаққа өтіп, ана талпаға жақындамай тұрған кезде ма, сол кезде ма, әйтеуір дауыс шықты. Мен ол жерде балдар кәдімгі детский площадкалар бар. Балдар ол жерде любой нәрсені атып, ойнайды, атылатын заттардың бәрін. Менің ойыма ол мылтық атылды екен, мылтық атты екен деген ой келген де жоқ, ойлаған да жоқпын. Ол жерде мылтық бар екен деп. Негізі мен сол жерге келген кезімде пышақ бар екен, болмаса мылтық бар екен деп келген емеспін. Ондай болатынын білгенде үйімде отырып соны есту бойына мен скорый мен милицияны шақыратын едім. Сізге екінші рет қайталап айтып жатырмын. Қайталауым қажет жоқ. Енді жаңағы оқиға болды, Шерзатты ауруханаға алып кетті, сіз сол жерде қалдыңыз. Сізге сол жерге өзің жалғыз қалғанда Шерзаттың достары келді ма сол оқиғадан кейін сол жерге? Иә, Шерзаттың достары. Қанша бала келді? 2-3 бала келді. Сіз сұрадыңыз ба сол балалардың осы оқиға бойынша біледі ма, естіді ма, көрді ма сол балалардың? Мен адамнан бір зат сұрайтын жағдайда болмадым, қызым, о жерде. Мен сөйлеп, не болды, не қойды деуге менің әлім келген жоқ. Осы жерде қалай тұрған болсам, одан да жаман жағдайда болдым. Рахмет. Бұл Тағы кімде сұрақтарыңыз? Өздеріңіз келісіп қоя беріңіздер. Бабажанова, Тоқтай Балықтардың қорғасында немереңіздің иманы серік болсын. Енді сізге мынандай сұрақ. Енді басында сіз айтып кеттіңіз ғой. Тыныштық емес деп неге ойладыңыз сіз сол кезде? Үйге келіңізге хабарласты ғой, айтты ғой, мынандай жағдай болып жатыр деп. Неге сөйтіп ойладыңыз сіз тыныштық емес деп? Енді ол жерде тыныштық па дегенде, Шерзат біреуді ұрып жіберді дегеннен кейін қалай ойлайсыз өзіңізді? Біреуді ұрып жібергеннен кейін солай болады ғой, қорқасың ғой. Себебі тегілікті менің балам кісі ұрып, осы 16 жасына дейін біреуді кішкене бала кезінен бастап біреуді итеріп жіберіп ұрып көрген бала емес ол. Оның үстінен ондай жалбы түсіп, мектептен деп, көршіден деп жалбы түсіп көрмеген бала. Осы оқиғаға дейін ондай орын алған жоқ. Енді екінші сұрағым мынандай. Енді оқиға орнында сіз айттыңыз ғой, келініңізді екі бала ұстап тұрды деп. Иә. Олар қай кезде келініңізді қолынан босатып жіберді? Қай кезде? Соны байқадыңыз ба?
қолының екі қолының мына жерінің бәрі қып-қызыл болып Иә, сіз қалып, мына айттыңыз жерде ғой, білегінде екі жақтан қалды. екі бала ұстап Иә, тұрды. екі Қай бала кезде ұстап олар тұрды. ол- Сол ана Шерзатқа жетем дегенге дейін. ұстап тұрды. Иә, А ұстап қай тұрды. кезде олар оны жоқ? Тап осы мен тұрған жерден сізде жерге дейін ұстап барды қолынан. Шерзат ана мына тұр ғой мына камера, сол камераға дейін соның аралығында жан талбаса келінім арға жүгіріп барды, барам дегенге дейін уже ана балдар оны давить етіп өлтіріп тастады ғой сол кезде ақшамасы. Жоқ, сол мына екі бала, мына енді Шерзат тұрып жатты ғой. Енді мен айтып тұрмын ғой, мен тұрған жер, иә. Сол кезге дейін ұстап тұрды ма екі бала? Иә. Ұрып болғанға Бала дейін- құлап, Келесі бала сұраңыз, құлап ұрам қайталап деген. қоя бермеңіз. Жоқ, мен нақтылап айтайын. Келесі сұраңыз. Иә, ұстап тұрды. Тұрды, ұстап тұрды. Жіберген жоқ. Ұрмаңдар деп мынандай тұрған кезінде ол айғайлады. Ұрмаңдар Енді деп. екі бала сол кезде онда сол Шерзатты ұрған жоқ қой. Ұрды барып оларда. Себебі Жатырмын Гүлбара өзін деп ана жерге жетем дегенге дейін олар Өзі жауап беріп таяқ жатыр жеген ғой. адам Жауап емес беріп па жатыр ғой. олар. Айта Олар берсін өзі. барып ұрып үлгерді. Айтып тұрмын ғой. Мына жерде 9 бала отырған болса, 9-ы да біреуі қолын тидірмей кеткен адам жоқ. Құдай куә. Енді сізде мен соғысын анықтап сұрап жатырмын ғой. Келесі сұрағыңызды қоя беріңізші, оны нақты. Жақсы, рахмет. Қойыңыз. Адвокат Бөленбаев, Сакиев Равилдің мүддесін қорғаймын. Жұмабек жолдасым, Алла сабыр берсін сізге. Енді сұрақ қою біздің міндетіміз, парызымыз. Қараңыз, Нұрға, сіз жаңа өзіңіздің көргеніңізбен айтқаныңыз, естігеніңізді біз шатастырып алдық. Жаңа сіз айттыңыз, Нұрғанатқа жатқан жерінен 3 рет жамбас тұсына пышақ ұрды дедіңіз. Сіз соны көрдіңіз бе или кейін естідіңіз бе? Пышақ ұрғанын көзіммен көрдім ғой. Нақты кім ұрғанын көрдіңіз бе? Кім ұрғанын көрген жоқпын. Оң пышақты неше тұрғанын көрдіңіз бе? Неше рет ұрғанын точно көрген жоқпын, бірақ баламның денесіндегі жарақатты өзім обработка жасаған кезде көрдім. Бірақ пышақ ұрған көрдіңіз бе? Бір адам ұрды ма или екі адам ұрды ма? Или неше адам ұрды? Екі адам ұрды ол жерде. Нұрғанат теуіп жатқан адамдар екеуі еді. Пышақ ұрып болғаннан кейін де ол баланы тепкіледі. Қайсысы қанша рет ұрды? Айта аласыз ба? Кім екенін білмеймін ғой мен оны. Екі адам ұрды деп айтып отырсыз ғой. Екі адам. Бірақ екі адам. Жақсы. Ал содан кейін қараңыз, сіз келдіңіз, сізді өзің айтуыңыз бойынша абзал итеріп құлатты дедіңіз. Гүлбара ханымды екі қолын ұстап қалды дедіңіз, иә? Одан кейін барып қазір кім Шерзат пен Нұрғанатты ұрып соқты дедіңіз. Кейін бәрі машина отырып кетіп қалды дедіңіз. Осы қанша уақыт аралығын алды осы әрекеттер? Асып кеткенде бір 20 минут, 15 минуттың арасында болды соның бәрі. 15-20 минуттың арасында бітті сол шаруа. Жақсы. Сұлап қалды солар. Жақсы, 15-20 минут уақыт алдын деп отырсыз. Осы кезде Қаржаубай қайда болды? Қаржаубай екі адаммен алысып, сол жерде мына магазин болса, міне, мынау магазин, мынау углда. Мына жердегі балдармен, мына жердегі балдар, мына түрде, ана таяқ жеген бала мына жерде сүйеніп тұрған екен. Бұлай, мынандай жерде екі жігіт артынан қуып, біреуінде пышағы бар, пышақ арқасына кірген. Бірақ оны адвокатымызда, жаңағы экспертизада арқасында пышақ, ол не дейді, чересіне бірдеңе адам өлмейтін жерге ұрған деп, мынандай жерін ұрған. Арқан көрсетші. Мынандай жеріне пышақ қадалған, бірақ мына бетіне шишамен ұрғанша іс былай шығып тұр, сол кезіңізді көгеріп. Сіз нақты оны көрдіңіз бе? Ұрғанын, жаңа сөзіңізде қуып бара жатырғанын көрдім. Қолында бутылкасымен қуып бара жатқан. Қуып бара жатқанын көрдіңіз. Осы оқиға болған жерге Қаржаубай, яғни сіздің қасыңызда болған жоқ. Менің жанымда Қаржаубай, балдардың жанында да бола алған жоқ, менің жанымда да болған жоқ. Себебі бұның айтуы бойынша Жоқ, тұра тұрыңыз. Жәбірленуші, тұра тұрыңызшы, өзі жауап берсін. Соң кейін жәбірленуші Нұрымов. Сол жерде ғой бәріміз. Жәбірленуші. Бірақ ана балдарға екі адам болса да. Тұра тұрыңызшы. Жәбірленуші Нұрымов. Тұрыңызшы. Қазір өзіңіз жауап берген кезде, сіз осының бәрін айтуға болады сізге. Осы жерде шатасып тұр, осындай жағдай болып тұр деп, біз сізді тыңдаймыз. Оған уайымдамаңыз. Жарай ма? Ол айдалаға ана жаққа кетіп қалған жоқ ол. Сол аралықта ана балдарды әлі барып жетіп үлгерген жоқ қой мыналар өлтіреміз деп. Сол кезде олар Қаржауға ана балдардан отвлекать маневр етіп былай қарап жүгіргендегі ойы ғой оның ол жерде. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Құрметті сот, жәбірленуші Нұрымовқа ескерту жасауыңызды сұраймын. Қайта Жасалды. Маған ескерту жасамаңыз сіздер. Қойыңыз.
2024 года, после того, как вы вернулись с работы. Сіз және өзің берген жауабыңызда сізге келінім қоңырау шалды деп айттыңыз. Келініңіз орысша айта берсін, түсінемін. Вы слышали разговор между... На тот момент, получается, он попросил разбудить Гайпаева Нурганата. Сол кезде ол сізден Гайпаев Нурганатты оятуды сұрады. Разговаривал ли Нурумов Харжалбай с Гайпаевым Нурганатом в тот момент? То есть Сол вы ке- передали телефон или он попросил что-то передать ему? То есть- Нет. Сол Нет. кезде Қаржаубай Нұрғанатпен сөйлесті ме? Жоқ. Тұтқаны бер деп сұрады ма Жоқ. сізден? Бір нәрсе айтуын өтінді ме? Жоқ, жоқ, жоқ. А что попросил Харжалбай? Қаржаубай не сұрады сізден? Қаржабай Нұрғанатты оят, жібер, Нұрғанат танитын балдар деді. Как быстро Нурганат собрался? То есть, вот вы сказали, что вам показалось, что что-то произошло. То есть должны быть какие-то предпосылки, правильно я понимаю? То есть тревога в голосе Харжалбая, например. Или он просто так Нурганата позвал? Қаншалықты Нұрғанат жылдам жиналды дейді де, сіз айттыңыз бір нәрсені сездім дедіңіз. Соған қандай да бір алғы бір шарттары болды ма, сондай сезім болуға? Қаржаубай қалай айтты сізге, қандай? Ол Гүлбараға звондаған кезінде Жақсы, енді жауап беріп отыра беріңізші. Сіздің ескертуіңіз қабылданады. Егер жауап бере алсаңыз, жауап беріңіз. Қасында аудармашысы отыр. Жоқ. Да, пожалуйста. За какое время Нурганат собрался? И он выехал, либо пошел пешком к магазину Камаз? Нұрғанат қанша уақытта жиналды? Ол кісі жаяу шықты ма, әлде көлікпен? Машинамен шықты, үйде машина бар. Когда в машину садился, вы видели этот момент? Оның көлікке отырған сәтін Көлікке отырған көрдіңіз бе? сәтін көрген жоқпын. Не видели, да? А вообще, раньше вы у Нурганата видели в пользовании ружье? Бұрын сіз Нұрғанаттың қару қолданғанын көрдіңіз бе? Неге қолданады ол қаруды? Вообще. Мен сұрақты қалыптасуын сұраймыз. Вопрос задайте по-другому. Нет, по-другому, хорошо. Знали ли вы, находилось ли о том, что в пользовании Нурганата имеется ружье? Сіз Нұрғанаттың пайдалануында қару бар екен туралы білдіңіз бе? Жоқ, сұрақ дұрыс қойылмай жатыр. Сіз оңыз Нұрғанатта мылтық бар екенін, қандай да бір мылтық болғанын көрдіңіз бе? Осы оқиға дейін мылтық болған туралы. Енді мен сіздерге түсіндіріп айтып тұрмын ғой, басынан бастап айттым. Мен енді жоқ жауап бермеймін десем, мен сөзден қайтқан болмайын. Отырыңыз. Кім беріп жатыр? Менің құлағым естімейді. Мен көріп тұрмын бәрін. Көріп тұрмын. Менің балам Құдайдың құтты күні статьяменен сотталып, күнде бір жерге шақырылып, болмаса біреуге көмекпен, мылтықпен барып жүрген бала емес. Жоқ, ондай мағынада емес. Ол медицинада фельдшер болып 10 жыл бойы жұмыс істеген адамдарға көмектесуші азамат. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Яғни заңды тіркеуде болсын, қандай болсын мылтық болды ма? Мылтық деген затты естігенде жоқпын, көргенде жоқпын. Рахмет. И болған жағдайда да болмаған. Жақсы, рахмет. Кімнің баласы анасына менің мылтығым бар деп көрсететініне мен көзім жетпейді. Как часто вы посещали магазин Камажай? Сіз магазин Қамажай дүкеніне қаншалықты жиі барып тұрдыңыз? Қамажай дүкеніне қаншалықты жиі барып жүрдіңіз? Жалпы былай айтқан кезде қаншалықты жиі күнде? Помогали там, либо просто приходили? Көмектестіңіз бе, әлде былай барып барған жүргеніңіз? жоқпын, бірақ Каспий год менің атымда болғаннан кейін не болып жатыр, не қойып жатыр. Жоқ, мен барып жүрдім. Барып жүрдім, жұмыстан босқа болған кезімде 2 күнде, 3 күнде барып, балдарымның жағдайынан хабар алып тұрдым. Тогда вопрос следующего порядка. В магазине находились какие-либо колющие, режущие предметы, необходимые для бытового использования? Дүкенде қандай да бір қадала кесетін заттар, мысалы, тұрмыстық жағдайда қолданатын қажетті сондай заттар болды ма? Кесетін, қадала кесетін. Көрмедім. Енді нақтырақ айтқанда, тұрмыста қолданылатын пышақ болуы мүмкін, дүкенде болды ма ондай заттар? Деп сұрақ қойып. Хотя бы на продажу. Сатылымда болды ма сондай заттар? Жоқ, ондай зат болған жоқ. Рахмет. Сізде сұрақ бар ма тағы да? Қазір.
Адвокат Бөленбаев Сакиев Равилдің мүддесінде. Сіздің жауап бергенде 20 том 3 бет. 23 қазан 2024 жауап бергенсіз. Сол кезде айтқансыз, үйде 2 автокөлік болды. Hyundai Odyssey және Ravon. Осы 2 автокөлік қайсымен кеткен білмедім деп. Равонмен барған екен. Равонмен бар дейі? Жақсы. Себебі мына балдардың біреуі машинаға отырып алып, машинаны айдап кеткісі келген сол жерде. Былай деп артқа алдыға айдап тұрды да айланып Құрметті сот, менің сұрағым бар жәбірленушіге. Бір-бірлеп. Жәбірленуші Кадирова, сіз тергеу кезінде берген жауабыңыз 20 том 4 бетте келінім Гүлбараның ұрмаңдаршы деп айғайлап жатқанын даусын естідім. Осы кезде 2 адам мені орнымнан тұрғызды. Кім екенін білмеймін, дүкеннің алдында отырғызды. Бет қолымды сумен жуды. Мұздай су бетіме тиген кезде көзімді аштым. Ал оған дейін не болғанын мүлден есімде жоқ. Төбелесінің қалай болғанын, кімді кім ұрған, не болғанын мен көрген жоқпын. Яғни шок жағдайда болдым деген жауабыңыз бар. Сіз осы жауабыңызды қуаттайсыз ба? Ол жауабымды қуаттамаймын. Бірақ бет аузым жуғаннан кейін мені көтеріп алып отырған балдардың кім екенін таныған жоқпын сол уақытта. Мені алып бара жатқан кезінде. Мына балдар ма, яғни Шерзаттың достары ма? Себебі ана жерге барып неғаннан кейін өзіме келіп неған кезде қарасам, апа, қорықпаңыз, біз Шерзаттың достарымыз деді. Соның үшін ол сөз айтылды. Не себепті өзгертіп отырсыз онда жауабыңызды? Жоқ, тұра тұрыңыз. Негізі 2 адам сізді орныңыздан тұрғызды, дұрыс па? Иә. Бет қолыңызды жуып берді. Оған дейін уже, бет қолын жуып берді. Магазиннің ішінен мынандай тастай су алып шығып, бетін жуып берді, мұздай су. Сол тұрғызған адамдар. Иә. Шерзаттың достары екен. Жақсы, рахмет. Енді тура сондай жауап беріп отыр ғой. Басқа сұрақтарыңыз? Қоя беріңіз. Адвокат Калиева Аскентай Дарханның мүддесінде Жұмабекке апай сізге мынандай сұрақ, осы қазір соттың алдында айтып жатсыз. Оқиға орнына келген кезде, оқиға болып жатқан кезде дедіңіз, таяқ жеген бала шетте сүйеніп тұрды дедіңіз. Сол туралы ашып айтып берсеңіз. Нақты сұрағыңызды қойыңызшы. Таяқ жеген бала шетте сүйеніп тұрды дедіңіз. Яғни сіздің дүкенге келуіңіздің себебі де сол, хабарласты Қаржыбайға мысалы, сол себепті сіз келдіңіз, дұрыс па? Демек Шерзат біреуді ұрып қойды деген соң келіп отырсыз. Иә. Енді ол туралы айтып, сол демек Шерзаттан таяқ жеген бала шетте сүйеніп тұрды. Жоқ, Шерзаттан таяқ жеген бала емес. Ахмет. Жәбірленуші етіп айтқан жоқ. Тұра тұрыңыз. Айтылды ғой жаңа. Жоқ, ондай сөз айтылған жоқ. Отырыңыз. Жоқ, ондай айтқан жоқ. Басқаша қойыңыз сұрағыңызды. Келе, тұра тұрыңыз. Нақтылап қойыңызшы. Сіз сол адамды білесіз ба, кім екенін? Кімнің? Жаңағы тұрған адамның. Тұрған адам Ахмет. Оны көрдіңіз, білесіз. Шерзаттың досы Ахмет. Жақсы. Себебі баланың атынан былай қан ағып жатырған. Енді келесі сұрағым, сіз оқиға орнына келгеннен кейін немесе телефонмен сөйлескен кезде сізге айтылды ма, нақты Қаржыбай аға не деп айтты? Шерзат кімді ұрды деп айтты? Біреуді ұрды деп, біреудің атын, затын айтқан жоқ, біреуді ұрып қойды деді болған. Жақсы, түсінікті қана айтқаным. Келесі мынандай сұрақ сізге. Сіз қазір кезде жаңағы соттың алдында берген жауабыңызда айтып өттіңіз. Олардың мылтықпен келетінін білген жоқпын деп, мылтық болды деп айттыңыз, иә? Мылтықтың дауысын естідім деп айтып жатсыз. Мен мылтықтың дауысы деген жоқпын сізге. Атылған дауысты. Атылған дауыс. Ол жерде, сол жерде бәрі дом. Құрметті қорғаушылар, сұрақ қойған кезде нақты сөзбе сөз айтуларыңызды сұраймын. Бұрмалаудың қажет жоқ. Сіздерге ескерту тағы. Жоқ, мылтық туралы айтылды. Жақсы, кешіріңіз, сол жерде мылтық болды ма? Оны көрген жоқпын деді. Келесі сұрақ. Тыныш. Жауап бердім ғой мен сізге. Сұрақ алып тасталады, жауап бермей қойыңыз. Сот сұрақты алып тастады, жауап бермей қойыңыз. Қайталап қоюдың қажет жоқ. Мылтық туралы көрген жоқпын деп айтты. Сұралды ғой, ол сұрау мен көрген жоқпын. Келесі сұраңыз, жауап бермей қойыңыз, жәбірленуші. Жаңа атылған
атылған дауыс естідім дедіңіз, иә? Ненің дауысын естідіңіз? Ненің дауысы екенін Алып тастайын білмеймін. сұрағым, жауап берді, құрметті сот. Жақсы, жауап берді, болды. Тыныш, тыныш. Жәбірленуші өзі жауап берді. Келесі сұраңыз. Келесі сұрағым жоқ қазір. Сотталушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Тұра тұрыңыз. Сотталушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, қоя беріңіз. Сұрағым бар. Айтыңызшы, сіз жаңа айттыңыз өз жауабыңызда. Оқиға орнында Нұрғанатты, Қаржаубайды көрген жоқпын, Шерзатты бір аралықта көріп қалдым деп. Дұрыс қой, дұрыс түсініп тұрмын ба? Дұрыс түсіндім ба сіздің жауабыңыз сол? Мен сізге айттым, бәріңізге де айттым. Мен Шерзатты іздедім. Ол жерде мен Нұрғанатты, Қаржаубайды іздеген жоқпын. Ол келген адамдардың Нұрғанат пен Қаржаубайға тиіскен жоқ олар. Себебі олар сол жерде болды. Бірақ Шерзат қайдан екенін білмеймін. Келіп қалды, соған қарап бәрі талпа бой жүгіріп кетті. Енді айтыңызшы, өзіңіз Нұрғанат пен Қаржаубайды көрдіңіз ба сол жерден? Дүкеннің алдынан немесе жүгіріп баратқанын? Былай, енді сонша адам жүр ғой, балаларыңыз танисыз. Немесе Қаржаубай бір жаққа жүгіріп баратты ма? Нұрғанат бір жаққа жүгіріп баратты ма? Құрметті сот, бұл сұраққа жауап берді ғой жәбірленуші. Құрметті сот, ол ескертпеге мен келіспеймін. Жақсы, отырыңызшы. Жауап беріңізші, көрдіңіз ба сол кезде? Енді сол жерде болады ғой, бәрі сол жерде сөйлесіп. Қай жерде не істегенін көрдіңіз? Не істеп тұрғанын көрген жоқпын. Менің іздегенім Шерзат болды. Жақсы. Мен Қаржаубайға, Нұрғанатқа, себебі олар ұрған жоқ ешкімді. Сұрақ алып тасталады. Ешкімге артық зат айтқан жоқ. Шерзат маған керек болды. Құрметті сот, мен сұрақ қойын деп жатқан жоқпын, мен сіздің назарыңызды аударайын деп тұрмын. Осы кісінің жауап беруінде жазылған 4-ші бетінде. Ол бойынша Айтыңызшы, оқиға орнында Нұрғанатты, Шерзатты, Қаржаубайды көрдіңіз ба деп. Бұл кісі айтады, Нұрғанат пен Қаржауды дүкеннің алдында біреулермен сөйлесіп тұрғанын көргенмін. Ал Шерзатты Мен машинадан түсіп келген кезімде сөйлесіп тұрған осы екінші мына менің алдына мен итер жіберуге келген балдармен бірге екеуі сөйлесіп тұрған. Бірақ Шерзат жоқ болды ол жерде. Вообще Шерзат болған жоқ. жақсы жауап берді. Келесі сұрағыңыз бар ма басқа? Яғни сіз екі ұлыңыздың Қаржаубай мен Нұрғанатын сол балалармен Нақтылаудың қажеті жоқ. Жауап берді. Қорғаушы жауап берді. Көрдім сөйлесіп тұрған. Келесі сұрақ. Ол кісі өзіне Келесі сұрақ. сұрағым жоқ. Жақсы, құрметті жәбірленуші, орныңызға отыра беріңіз. Қойыңыз. Мен адвокат Қабылов, мына кәмелетке жас толмаған Ысқақ Думанның қорғаушысымын. Сізден енді немереңізден айырылдыңыз, балаңыздан айырылдыңыз, мен жағдайыңызды түсініп тұрмын. Ол оңай емес, қиын нәрсе. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, мен осы кәмелетке жас толмағанды кешірдім деп. Соны сотқа айтып анықтап берсеңіз, басқа ештеңе. Ол туралы айтты ғой, айтылды ғой ол туралы. Отыра беріңіз. Басқа сұрағыңыз бар ма? Жоқ, басқа сұрақ. Рахмет, сотқа жауап бергеніңізге отыра беріңіз.